О муза, қайдасың? Өнер адамдары да шығармашылық тоқырауға түседі екен. Мұндайда олардың шабытын шақырып, көңілін көтеретін таза ауа, тұмса табиғат пен саяхат. Сырлы сапар музыка әлемінің майталмандарын байланыстырып, гитара мен қазақтың түрлі ұлттық аспаптарының үндестігіне жетелейді. Алуан әннің орындалуына түрткі болады. Бүгін Джонни Газ және Серік Нұрмолдаевтың музыкалық сапары этно ауылда жалғасын табады. Ерте заманда Құламерген атты аңшы тау басын паналапты. Тіршілік үшін күресте талай тау ешкін атады. Бірақ күндердің күнінде оның ата-анасына тау текек иесі бой жеткен болып түсіне кіреді. Сіздің ұлыңыз бізді неге жайдан жай ата береді? Тәңір жазуы бойынша адам табиғат ананың сыйынан артық аң ауламауы тиіс. Оның ісі шегінен шығып барады. Енді бір кеткен қате кешірілмес қарғыс қауласады дейді. Бірақ Құламерген әке-шешенің айтуына мән бермей тағыдан қашады. Бұл жолы оның алдын кес-кестеген бір тіршілік иесі байқалмайды. Жүре-жүре шаршаған жігіт от жағып, тынығып алмаққа аялдайды. Сол уақытта ғайыптан көз алдында бір тау теке пайда болады. Оның мүйізі өзгелерден ерекше еді. Құламерген дереу жебесін алып, садағын тартып, көздей атып құлатады. Терісін сыпырып, етін боршалайды да, жатып, дем алып алмаққа бел буады. Түн ортасында белгісіз шудан көз ашқанында, әлгі атқан тау текесі көз алдында тірі тұрғанын көреді. Тұяқты Құламергеннің үстінен арлы-берлі 3 мәрте секіріп өтеді де жоқ болады. Осы түннің таңында аңшы ата үйіне иесіз оралған деседі. Міне дәл осындай аңыздарды қазақ халқы өз балаларына тәлім-тәрбие беру үшін жиі айтатын. Тіпті домбырамен, ағаштан әзірленген ор текеп пішініндегі ойыншықтармен. Ал барлығыңызға сәлем бердік. Мен Джонни Газ, ал жанымда Серік Нұрмолдаев. Қазір қазақтың этно ауылындамыз. Күніміз сәтті өтетініне сенімдімін. Бәріңізге сәлем. Менің есімім Серік Нұрмолдаев. Бүгін Джонни екеуміз этно ауылға келдік. Айналаңа қарасаң көз тойар емес. Сұлулығы, көшпенді халық мәдениеті мен киіз үйлер, таулар, бәрі тамаша. Ғажап, аралайық. Ал кеттік. Джонни, мен сені тағыда мұражайға алып келдім. Бұл жердің ерекшелігі мұнда ұлттық аспаптар әзірлейді. Мысалға міне қанша домбыра түрі қойылған. Сонымен қатар басқа да ұлттық аспаптар жетіп артылады. Асықпай көз салсаң, қылқобыз, аса таяқ, даңғыра, тағы да домбыра түрлерін көре аласың. Шындығында ерекше орын екен. Мұражайда, шеберханада бір ғимаратта. Бәрі осында жасалады. Иә, түсінікті, іштей сезгенем. Менің ойымша сен осындағы атмосфераға барынша енуге тырысуың қажет. Барабандар да бар екен. Мұны негізінен дауылпаз деп айтады. Дауылпаз? Есіңде ме? Мен саған бас киім жайлы айтқан ем ғой. Иә, есімде. Міне, бұл аспап сол бас киімге ұқсайды. Тіпті біздің сүйікті асымыз палау әзірлейтін қазан іспетті. Мұндағы аспаптардың барлығы сатылады ма? Әрине, мүмкін емес. Иә, сатылады. Ал қалай жасалатындығын көреміз бе? Біздерде мына домбыраның тектері әрқайсысы өзіне дұрыс болу керек. Кейде биік болмау керек. Осындай бір неде биікте домбыраға салыну керек. Қазір дауысын шығарып көреміз домбырамыздың.
домбырамыздың дауысы мінекей шықты қазір. Дыбысы өзгеріп кетті. Жаңа болғандықтан болар. Сол жаңа болғандықтан сәл өзгерістер болады. Мынау енді домбырамыз бітті. Осы домбырамызды ағамызға, сонау жерден келген екен, ағамызға подарок етеміз. О, мына сый саған арналады. Оны маған сыйлап тұрсың ба? Иә, міне ғажап. Құдайым-ау, сенің жүрегің неткен кең еді. Қоңырын қандай керемет. Саған үлкен рахмет досым. Бұл мен үшін өте ерекше сый болып тұр. Енді өз шығармашылығыңда домбыраны да пайдаланатын шығарсың. Әрине, мен сол жоспарды оймен жобалап қойдым ғой. Олай болса, саған қайтадан Тараз қаласына бару керек. Сол қаладағы дарханнан бір-екі дәріс үйренсең жақсы болар еді. Дұрыс айтасың, міндетті түрде барамын. Сенің әуендерің ақырындап қазақ үніне ұласып бара жатқандай. Байқап қалдым өзімде. Рахмет. Жарайсың. Алғысым шексіз. Джонни, сенің қолыңда жаңа аспап. Иә, жаңа жерде оның үстіне. Жаңа жер, жаңа аспап. Сол ғой. Сондықтан бұл аспапты дәл осы жерде сынап көру қажет. Өте дұрыс. Осыған дейін талай қалада қалған білім, таным, зая кеткен жоқ шығар. Керісінше сенің тәжірибеңді шыңдай түсті. Оның үстіне жаңа аспапта да ойнай алатын шығарсың. Дұрыс айтасың, шабыт келіп тұр. Міне, Джонни, қару мен қазан. Аңшы мен оның асы. Мұнда бұғы мүйізде бар екен. Байқадың ба? Білмеймін. Маған құдды бір ескі аспаптың пішініне ұқсағандай көрінді. Ескі барабан демекшісің бе? Иә, дауылпаз. Міне мына тұста темір жабдықтар шаң қобызға қатты ұқсайды екен. Келсемін. Мен тіпті қазанға қарап шабытымның келгенін аңғардым. Әуенге қалай қарайсың? Қарсылығым жоқ, ал көрелік. Қандай ән айтамыз? Жаңа аспапты да пайдаланайын ба? Өзіңе қалай ыңғайлы? Гитарамен қосылайын. Жарайды, әзірге гитараңмен ойна. Гитарамен бе? Иә, баста. Жақсы. Мен сенің жаңа аспабыңмен әуеніңе қосылып отырамын. Жарайды, сен сынап көр. On the Federal
let him slip away. Out of kindness, I suppose. The Federal Raleigh say it could have hurt him any day. They only let him go so long. Out of kindness, I suppose. Саған музыка ұнады ма? Қалай? Саған ше, жаңа аспабыңның үні көңілден шықты ма? Әрине. Алда 1-2 күн бар емес пе? Сол уақыттардың аралығында мен асықпай домбыраны шертіп беремін. Сен сол сәтте әдемі дауысыңмен ән айтуға тиіссің. Мен бұл аспапта еркін ойнап үйренгім келеді. Мен саған ұнағанына қуанып тұрмын. Ал, ары қарай жылжимыз ба? Жүрсек жүрелік. Кеттік ендеше. Ковбойлар сияқты. Ары қарай жалғай түсейік. Тоқтама. Поехали. Қошемет. Рахмет, Серік. Біздің бағдарламамыздың дәстүріне сай, екеуіміз бұл жердің де дәмін татуымыз керек. Қазақтың ұлттық тағамын. Солай емес пе? Вкусное казахское блюдо. Тур, пожалуйста. А, да, кстати. Айтпақшы, мен саған шарындағы сапарымызда Тебе вечеринка қазақтың ұлттық шапаны жайлы айтқан едім ғой. в национальной одежде. Мұны ең құрметті қонақтың иығына жабады деп. Мен осы жолы саған кигізсем деп отырмын. Одеть в чапан. Ого, бұл маған ба? Дәл солай. Рахмет саған досым. Саған арналған сый. Маған жаңа киімдер қатты ұнайды. Солай ма? Жарасып тұр ма? Нағыз хан сияқты болдың. Шынымен бе? Тоқтай тұр, тағы бір зат жетіспейді. Қазір мен сенің беліңе жақсылап байлап берейін. Ыңғайлы ма? Тамаша. Болды. Енді осылай мотоцикліңе отырып, Үндістанға бір-ақ аттансаң болады. Өзімнің мотоцикліммен бе? Ал осы қошеметтің құрметіне бір ән орындайық. Неге ойнамасқа? Кеттік.
just when you make your way back home. I'll find some time to be alone. I'll go to see the place once more. It's like 1,000 nights before. I climb the stage again this night, where the place seems still alive, when the smoke is going down. When the smoke is going down. Менің ойымша сен бірдеңеге уайымдап тұрған сияқтысың. Жоға, бұл алаңсыздық, транс, балқу. Бұл балқу ма? Суық ауа, ақ тұмандай көрініс құрап тұр. Қандай ғажап. Акустиканың өзі көңілден шығады. Шынымен, бұл жердің акустикасы керемет екен. Оның үстіне мынадай суықта. Дұрыс айтасың. Мына тұс жылы сияқты. Бұл дауыс жазу студиясы. Өте жақсы идея сияқты. Мұнаның етін қара. Как это Мұны называется? қалай атаушы еді? This meat is. Мынау ет қой, иә? Әрине, астың аты қалай? Қазақша ет. Дәл таптың. Қазақтың ұлттық тағамы қазақша ет. Ал мынау ше? Бұл бауырсақ. Бауырсақ дұрыс. Бірақ сенің әлі көрмеген дүниең бар. Қазір келгенде таң қалатының сөзсіз. My God. О құдайым-ау, мынау бас па? This is the head. Иә, бұл бас. Man, this is Досым бұл ыңғайсыз екен. weird. Голова Қазақта подается, басты ең құрметті қонаққа береді. значимым гостям. Сонда мен оны жеуім керек пе? You mean you're supposed to Әрине, eat this? күрсиегі қалғанша мүжейсің. Причем в Құдайым-ау, гостей. мүмкін емес сияқты. Oh gosh, this must be gross, man. Oh, it's hot. Да. Бұрындары дастархан басында аталар бізге құлағын кесіп беретін. Хорошо слышно. Жақсы еститін боласыңдар деп. Это тебе. Мынау саған өте дәмді. действительно вкусно. Қазақтың нағыз Казахский дәрумені. деликатес. Ну как? Ал, қалай? Давайте Енді попробуешь. етті кесіп үйреніп көр. Солай істеп көрейін. Okay, let's try. Показал. Бірақ қазақтар секілді. Дәмді әрі балғын. Nice and tender. Джонни, тыңдашы, сенің әрекетіңе қарап, туа біткен аспазшы ма деп ойлап отырмын. Үйде тағам жасаушы ма едің? Что ты кулинар. Әрине, ас әзірлеймін, Yeah, I білемін cook, I жасауды. can cook. Сен маған өз қолыңнан ет әзірлеймін деп едің ғой. Дұрыс айтасың, мен өз қолымнан дәм татырамын. Келістік. Алдағы уақытта Тұран ансамблінің барлық мүшесін шақыр. Менің әзірлеген тағамымды жейсіңдер. Хочу еще. Мен саған осы дәмді тағамымызды жеп болғаннан кейін тағы бір ұлттық аспаппен таныстырайын деп отырмын. Жарайды, асың дәмді болсын. Бон аппетит. Мынаның бәрі қазы ма? Cosy. Қазір біз оның түбі шапқылауына әрекет етеміз. Oh, yeah.
Nice little thing. Жақсы зат екен, керемет ойыншық. Мүмкін гитарамен үйлестіріп көрерсің. Гитарамен дейсің бе? Жақсы. Yeah. Come on. Yeah, let's rock and roll. Let's go. 1, 2, 3, 4. Let's go. Rock me around the clock. Jump and shout, twist and shout, baby. Kick up your shoes and maybe roll on the floor. Yeah. Jump. Тамаша ойыншық екен. Әсерлі шыққан сияқты. Сәлем менің құрметті достарым. Бүгін Серік екеуміз этно ауылды араладық. Мұнда қазақтың ұлттық мәдениетінің иісі аңқып тұр. Оның үстіне ұлттық аспаптардың жасалу жолын тамашаладым. Ал шебер маған жап-жаңа домбыра сыйға тартты. Ат үстінде саяхаттадық. Күніміз керемет әсерге толы болды. Ертең Серік екеуміз үшін маңызды күн. Бірлесіп концерт өткізуді жоспарлап отырмыз. Бірақ ол жайлы кейінірек айтамын. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now is guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Stuck on you. I've been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Though I'm leaving on that midnight train tomorrow, I don't know just where I'm going. Back to my troubles and I'll throw them all away. Cause this time, my little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. Got a feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed.